Мен Дүйшенбек Ахманшах, Лисаков қаласы номер 3 жалпы білім беретін мектептің 10 сынып оқушысымын. Мен сіздерге Қозы көрпеш Баян сұлу дастанынан үзінді оқып беремін. Қодар деген немене құлма сірә, жатқанымнан тұрмайын өлсем сонда. Бір сөз айтсаң өлесің дей бересің, шешем неге қыласың жаман жора. Тәңірден тілеп алған жалғыз бала. Сені маған көпсінген Құдай тағала, сен кеткен соң 90 құл күн қалады, арыздасып қалайын бірақ жола. Құдай басшы, күрең ат жолдасымды. Баянға қылдың құрбан бұл басымды, жан барында іздейін сүйген жарды, бір өлдіген соң білемін тұрмасымды. Шешеке, мен еркекпе ұрғашыма. Мен Баяннан басқан алман сірә, әкем қосқан Баянға бармасын деп сөйлеп сөзім өтпейді құрдасыма. Қыстауы Қозыкенің тауы дейді. Қалыңнан ат жүре алмас қауды дейді. Айырылып жалғызымнан қаламын деп шешесі көкке емшегін сауды дейді. Шешеке үйде отырып күйді дейді. Қозыке ұшып жерден тұрды дейді. Сен кеткен соң мен мына қайтемін деп мүкәммадан далаға үйді дейді. Жайлау Қозыкенің бөтегелі. Көрмей иықтыран ойлы бетегелі. Сен кеткен соң мен мына қайтемін деп шашыпты дүниелігін өртегелі. Қозыке жүрмек болып атқа мінді. Шешесі жүрмесін деп жылай берді. Қозыке атқа мініп тұрған жерде шешесі жылап тұрып жауап берді. Аттан дағы жүре бер көрінбей-ақ. Ашуыңды келтірме жерсің таяқ. Барма десем болмадың жалғыз бала, барғаныңды еш келме сөзім солақ. Қарғыс емес, алғыс қой қарғағаным. Қорқамын ба Қодардан бармағаным. Шешеке бүгін жаман түс көрдің бе, көзімше жора қылып қарғағаным. Баянға сен барасың намыс қылып. Жақсылық не көресің сонда жүріп. Емшек берген әр жат дерсің бала, әл ауқатым кім білер мұнда келіп. Менен жақсы болды ма кеткен Баян. Алдыңда жылап отыр тапқан анаң. Кейін болса киеге түйден балам, сен кеткен соң не болар ғарып анан. Қозыке амандасымен атқа мінді. Шешесі жылап үйде қала берді. Ақ сүт берген анасын қиып тастап, Қозыке Баянды іздеп жолға жүрді. Қозыке Баянды іздеп кетті дейді. Бұл жалған кімге опат етті дейді. Ауылдан 6 қонып шыққаннан соң Айбас қуып артынан жетті дейді. Ақынға Құдай берген тілмен жақты. Білген сөзді қалдырсақ бізге өтті. Айбас сорлы артынан жеткен жерде Баянның айтқан сәлем сөзін айтты. Қозыке шаш ал десең бас алады. Оң сөзге түспей жаман қас алады. Баянның айтқан сөзін естіген соң ел жүреумен көзіне жас алады. Қозыке жазған хатты оқып берді. Көңіліне құпиялап сақтап берді. Сарыбайдың жаранып жағамыз деп айтыпты, дұспан болған 90 қылды. Шырағым сені мендей көрсін деп.